Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде математика сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жиын, бос жиын. Бүгінгі сабақта сен жиындарды құру жолдарын білетін боласың, бос жиын ұғымымен танысасың. Балалар, сендердің алдыларында екі жиын тұр. Бірінші жиынға назар аударайық. Бұл жиынды қалай атасақ болады? Дұрыс, жемістер жиыны. Балалар, бір жемістер жиынының элементін атай қойыңдаршы. Тамаша, жарайсыңдар. Мысалға, мен бір элементі ананас деп атар едім. Немесе жүзім деп атар едім. Жақсы, келесі жиынға назар аударайық. Қандай жиын? Дұрыс, гүлдер жиыны. Гүлдер жиынының бір элементін табыңдаршы. Дұрыс, сендер өте жақсы жұмыс істеп отырсыңдар. Сендердің алдыларыңда қандай да бір геометриялық фигуралар берілген. Қандай геометриялық фигураларды көріп тұрсыңдар? Жақсы. Енді осы фигураларды пішіні бойынша жиындарға бөліңдер. Уақыт кетті. Өте жақсы. Сендердің жауаптарың дәл менікіндей болды деп ойлаймын. Бірінші жиын дөңгелек пішінді, екінші үшбұрыш пішінді және төртбұрыш пішінді жиындар. Келесі тапсырма. Дәл жаңағы геометриялық фигуралар, бірақ сендер түсі бойынша жиындар құрастыруларың қажет. Уақыт кетті. Өте жақсы. Бізде қандай түсі бойынша жиындар шықты? Қызыл түс, жасыл түс және көк түсті. Тамаша. Енді жаңағы геометриялық фигураларды көлемі бойынша жиындарға бөліп көрейік. Кәнекей, бастадық. Өте жақсы. Сендердің жиындарың менікіне ұқсайды деп ойлаймын. Көлемі бойынша үлкен фигуралар және кішкентай фигуралар. Енді ойымызды жинақтайық. Заттарды әртүрлі белгісі бойынша жиынға топтастыруға болады екен. Мысалы, пішіні бойынша, түсі бойынша, көлемі бойынша, жасалған заттың неден жасалған материалы бойынша. Мысалға, мына жиындағы заттардың барлығы темірден жасалған. Және іс-қимыл бойынша. Алдыларыңдағы суретке қарап, ойланып, қандай жиын деп атасаңдар болады. Жақсы, келесі. Іс-әрекеттеріне де назар аударсақ болады, балалар, я ұмытпаймыз. Келесі. Және ең соңғы. Тамаша, сендер бұл тапсырманы жақсы орындадыңдар. Оқулықпен жұмыс. Жиындар мен олардың элементтерін ата. Бірінші жиынға қарайық. Қандай жиын? Дұрыс, гүлдер жиыны. Бір элементін айтып көрейікші. Тамаша, түймедақ. Келесі. Үй жануарлары жиыны, дұрыс айтасыңдар. Қандай бір элементін атасақ болады? Дұрыс, мысалға ат. Келесі жиын әріптер элементі, кез келген біреуін айтып көріңдер, балалар. Мейлі, и әрпі болсын. Келесі қандай жиын? Дұрыс, сандар жиындары. Бір элементін атайық. Тамаша, 6 цифры. Өте жақсы. Артық элемент. Суреттерге қара, берілген жиынға тиісті емес элементті ата. Жауабыңды түсіндір. Бірінші жиынға қараймыз мұқият, не көріп тұрмыз? Және қай элемент артық деп ойлайсыңдар? Уақыт кетті. Дұрыс, алмұрт артық. Себебі? Себебі қалған суреттегі заттардың барлығының түсі жасыл, ал алмұрттың түсі
Сары. Өте жақсы. Екінші жиынға назар аударайық. Қай элемент артық деп ойлайсыңдар? Жақсы. Кітап артық екен. Себебі қалған элементтердің барлығы олар ойыншықтар, ал кітап ойыншық емес. Өте жақсы. Келесі 3 цифры артық екен. Себебі қалған цифрлардың барлығы олар жұп цифрлар екен. Бүгінгі сабағымыздың ең маңызды бөлігі. Мұқият тыңдайық. Шығарып көр, әр жиында қанша элемент бар. Сендердің алдыларында қандай да бір заттардың жиынтығы тұр. Сендер соның ішінен көкөніс жиынын шығаруларың қажет. Кәнекей, санап көрейік, неше көкөніс бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тамаша. Көкөніс жиынында 7 элемент бар. Жемістер жиыны. Жемістер бар ма суретте? Бар, дұрыс айтасыңдар. 1, 2, 3, 4 және 5 апельсин тұр, мына жерде. Ендеше жемістер жиынында 5 элемент бар. Сусын. Суретке қарайық мұқият. Сусын. Бар ма сусын? Әрине, сусын жоқ. Ендеше сусындар жиыны 0. Ал егерде ол жиынның ішінде ештеме болмаса, 0 болса, біз ондай жиынды қандай жиын деп атасақ болады деп ойлайсыңдар? Өте жақсы. Бос жиын деп атаймыз. Ендеше, егер жиында бірде-бір элемент болмаса, оны бос жиын деп атайды екен. Осымен сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.